Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видео біз 40% жеңілдікпен аламыз дейміз. Соны көп қыздар түсінбей жатыр. Соны қалай есептейміз, мен қазір көрсетемін. Қараңыздар. Міне мынау каталог. Каталогта бір пример келтірем. 32,5 белорусский рубль теңгеге шаққанда 6500 теңге. Енді қараңыздар, міне. Каталогта 32,50 белорусский рубль 6500 теңгеге тең. Енді каталогтағы 1 белорусский рубльін табу үшін 6500-ді бөлеміз 32,50-ге. Тең болады 200 теңге. Яғни каталогта кез келген товарды 1 белорус рубль қанша теңге екенін білу үшін бөлсеңіздер болады. Каталогта 1 белорус рублі 200 теңгеден саналады. Түсінікті ғой, е? Енді сайтқа келеміз. Міне біз сайт. Жәнегі 32,50 белорусский рублі минус 30% скидка. Қазір именно июль айында, е? Кей кезде мысалы бізде 25 болады. Егер мына жерде 1 белорус рублі 220-ға кетсе, бізде 25% скидка болады. 200 болып тұрса, 30% скидка беріп отырады компания. Енді қараңыздар. 32,50 минус 30% скидканы жасаған кезде біз 22,75 белорусский рублін жәнегі тушпа карандашқа төлейміз. Ал егер 32,50 25% скидка болса, 24,37 белорусский рубль. Енді біз оны қалай есептейміз деген? Төлемге 1 белорусский рубльді біз 175-178 теңге аралығында төлейміз. Төлем жасаған кезде біз төлемді 200-ден емес, бізден банкте Каспийде народный болса, осы 175-пен алады. Қараңыздар, енді бізге төлемде скидкадан кейінгі мына 22,75-ті көбейтеміз 175-ке, 3981 теңге каплате болады. Егер 25% скидка болса, 24,37-ні көбейтеміз 175-ке. 4264 теңге каплате. Изначально біздің міне каталогтағы бағамыз 6500. 6500 минус 40%. Прям мен отырып калькулятормен санаңыздар. Минус 40% десеңіз 3900 теңге шығады. Міне 3981. Шығып тұр ма? Шығып тұр, е?